Бұл сабағымызда концентрацияға байланысты есептер шығарамыз. Бірінші есеп: 20%-тік тұз ерітіндісіндегі судың 25% кеуіп кетті. Қалған ерітіндінің проценттігін табыңыз. Бұл есепті шешу үшін мысал ретінде ерітіндіге өзіміз қандай да бір масса берейік. Мысал үшін ерітіндінің массасы 100 грамм деп алайық. Мына ыдыстың ішінде ерітінді бар, соның массасы 100 грамм болсын. Енді сол 100 грамм ерітіндінің 20% тұз дейді. 100-дің 20%-ын есептейтін болсақ, оны біз 100-ден 20-ға көбейтеміз. Сонда нәтижесінде 20 шығады. Сонда бұл ерітіндінің 20 граммы тұз деген сөз. Енді қалғаны, яғни 80 грамм болады. 80 граммы су деген сөз. Сол судың 25% кеуіп кетті дейді. Олай болатын болса, 80 граммның 25%-ын табуымыз керек. Ол үшін біз оны 100-ден 25-ге көбейтеміз. Нәтижеде 0 мен 0 қысқарады. 8-ге 25-ті көбейтсек 200, оны 10-ға бөлетін болсақ 20 грамм шығады. Яғни 20 грамм су кеуіп кеткен екен. Сол кезде 80 граммның орнына 60 грамм су қалады. Сонда бізде қоспамыз 20 грамм тұздан 60 грамм судан тұрады. Яғни барлығы 80 грамм деген сөз. Барлығын 100% деп аламыз. Енді тұздың концентрациясын анықтау үшін тұздың массасына x пайыз қоямыз. Бұдан x-тің мәнін табу үшін 20-ға 100%-ді көбейтеміз. Оны 80 граммға бөлеміз. 0 мен 0 қысқарады. 200-ді 8-ге бөлетін болсақ 25 пайыз шығады. Сонда бұл есептің дұрыс жауабы С нұсқасы. Екінші есеп: стакандағы 100 грамм ерітіндінің құрамындағы қанттың концентрациясы 15% еді. Оның үстіне тағы 250 грамм қайнаған су құйылып, 50 грамм қант салынды. Пайда болған ерітіндінің құрамындағы қанттың концентрациясын табыңыз. Енді алдымен қандай да бір стаканның ішінде 100 грамм ерітінді бар дейді. Осы 100 грамм ерітіндінің 15% қант екен. Олай болатын болса, 100-дің 15%-ын табуымыз керек. Ол үшін біз оны 100-ден 15-ге көбейтеміз. Сол кезде 15 грамм шығады. Сонда 100 грамм ерітіндінің 15 граммы қант деген сөз, қалған 85 граммы су деген сөз. Енді оның үстіне 250 грамм су алып келіп қосты дейді. Яғни 250 грамм су және 50 грамм қант салынды дейді. Олай болатын болса, бізде жаңадан пайда болған қоспаның жалпы массасы анықтауымыз үшін 100-ге 250-ді және 50-ді қосамыз. Сол кезде 400 грамм шығады. Енді бізге осы 400 граммдағы қанттың концентрациясын табу керек. Қанттың концентрациясын табуымыз үшін осы 400 граммның неше граммы қант, соны анықтауымыз керек. Бастапқыда біз анықтадық, 15 грамм қант бар тұғын, оған тағы 50 грамм қант келіп қосылды. Сонда 400 граммның 65 граммы қант деген сөз. Олай болатын болса, 400 граммды 100% деп аламыз. 65 граммды x% деп аламыз. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 65-ге 100 көбейтіледі, ол 400-ге бөлінеді. 2 0 мен 2 0 қысқарады. Одан кейін 65 санын 4-ке бөлетін болсақ, 16,25 пайыз шығады. Сонда ол Д жауабы болады. Үшінші есеп: 10%-тік 800 грамм тұз қоспасынан 25%-тік тұз концентрациясын алу үшін осы қоспаға неше грамм тұз қосу керек? Берілгені бойынша бастапқыда бізде 800 грамм қоспа бар екен. Оның 10% тұз екен. 800-дің 10% ол 80 грамм болды. Енді осы қоспаға біз белгілі бір мөлшерде тұз қосуымыз керек. Яғни тұздың массасын x деп қояйық. Сол кезде концентрация 25%-ға тең болу керек. Енді бірінші біз жалпы қоспаның массасын табуымыз керек. Бастапқыда 800 грамм, оған x грамм тұз кеп қосылады.
Сонда бізде қоспамыздың жалпы массасы x қосылған x болады. 800 қосылған x болады. Оны 100% деп алып қоямыз. Одан кейін ондағы тұздың массасына анықтау үшін 80-ге x-ті әкеп қосамыз. Сонда тұздың массасы 80 қосылу x болады. Осы бізде 25% болу керек. Енді ары қарай пропорция бойынша шеткі мүшелердің көбейтіндісі ортаңғы мүшелердің көбейтіндісіне тең болу керек. Олай болса 25-ті алдымен 800-ге көбейтеміз. Сол кезде 20 мың болады. Оған x-ға 25-ті көбейтсек 25x болады. Одан кейін 100-ге 80-ді көбейтсек 8 мың. Одан кейін x-ға 100-ді көбейтсек 100x болады. Енді 25x-ті оң жаққа минусқа өткізетін болсақ, келесі жақта 75x қалады. 8 мыңды сол жаққа минус таңбасымен жіберсек 12 мың шығады. X-тің мәнін табу үшін 12 мыңды 75-ке бөлеміз. Сол кезде 160 грамм шығады. Яғни бұл жерде С жауабы. Төртінші есеп. 50% ерітінді алу үшін 30 грамм 15% ерітіндіге неше грамм 75% ерітінді қосу керек? Енді бұл жерде ерітінді ретінде тұзды суды алсақ болады, ал еріген затқа тұзды алсақ болады. Енді бізде бастапқыда берілгенді айтады, бізде 30 грамм ерітінді бар дейді. Оның 15% еріген зат екен. Оның 15%-ын табу үшін 30-ды 100-ден 15-ге көбейтеміз. Нәтижесінде 4,5 грамм шығады. Яғни еріген зат 4,5 грамм деген сөз. Сол сияқты біз осы қоспаға тағы да бір қоспаны алып келіп қосамыз. Ол жердегі еріген заттың пайыздық мөлшері 75% екен. Оны анықтау үшін біз x санын 100-ден 75-ге көбейтеміз. Сол кезде ол 0,175 x болып шығады. Енді біздегі бастапқыда 30 грамм ерітінді бартығын, оған x грамм ерітіндіні алып келіп қосамыз. Сол кезде бізде жаңа қоспа пайда болады. Осы жаңа қоспаны 100% деп аламыз. Енді олардың құрамындағы еріген заттар біріншісінде 4,5 грамм, оны жазамыз. Екіншісінде 0,75x, оны жазамыз. Осы еріген заттың концентрациясы бізде 50% болу керек. Енді ары қарай пропорция бойынша шығаратын болсақ, бірінші ортаңғы мүшелерін көбейтейік. 4,5-ді 100-ге көбейтетін болсақ, 450 болады. 0,75x-ті 100-ге көбейтсек 75x тең болады. 50-ді 30-ға көбейтсек 1000,5, 50-ді x-ға көбейтсек 50x болады. Бұдан x-тарды бір жаққа жинақтайтын болсақ, 50x минус болып келеді де 25x шығады. 450 саны келесі бетке минус болып өтеді. Нәтижесі 1050 болады. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 1050-ді 25-ке бөлеміз. Сол кезде 42 шығады. Яғни біз қосатын 75%-ық ерітіндінің массасы 42 грамм деген сөз.